Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында балаларға қатты ұнайтын попкорн дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға попкорнға арналған жүгерімізді саламыз. Табамызды қыздырып, 2-3 ас қасықтай сұйық май құямыз. Және кішкене тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, және түбін бір тегіс қылып, қақпағын жауып қоямыз. Қақпағын міндетті түрде жабыңыздар, себебі жүгерлеріміз ашылған кезде жан-жаққа ұшып кетуі мүмкін. Және жүгеріні осылай аз көлемде салуға кеңес берем, себебі ол ашылған кезде көлемі ұлғайып, табамызға сыймай қалуы мүмкін. Жүгерлеріміздің ашылуы тоқталған кезде бөлек ыдысымызға бірден түсіріп аламыз. Карамель дайындаймыз. Сотейнигімізға 100 грамм құмшекерімізді құйып, астын отқа қойып, ерітіп аламыз. Еріген құмшекерімізге 10-15 грамм сары майымызды салып, араластырып ерітеміз. Және 200 мл сүтімізді шетінен құйып, осылай жақсылап араластырып, карамеліміз қоюланғанша отта ұстаймыз. Дайын болған карамелімізді бірден попкорнымыздың үстіне құйып араластырамыз. Араластырғанда абай болыңыздар, карамеліміз сәл ыстықтау. Және деме ыдысымды осында кеңірек ыдысқа ауыстырып алдым, араластырғанға ыңғайлы болу үшін. Попкорнымыз дайын болды. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздердің балаларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Менің арнамда бұдан да басқа балаларға арналған рецепттер бар. Көріп көрсеңіздер болады. Рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Алда бұдан да жақсы рецепттермен бөлісетін болам. Сау болыңыздар.